Өзгенің мінін көргенше, жамандығын тергенше, өз ойыңды мазалап, өз бойыңды тазалап, өзіңмен күрес өлгенше. Шәкәрім Құдайбердіұлы. Біткен іске сыншыл көп, піскен асты жеуші көп демекші. Ештеңе жасамаған адам ғана қателеспейді. Әр істің өз кемшілігі болады. Сондықтан да оны шұқылап, сын айту ешкімге абырой әкелмейді. Қытайдың ұлы ойшылы Лао Цзыдан еліме жақсылық жасау үшін не істесем болады дейді. Сонда ғұлама айтқан екен дейді. Еліңді түзегің келсе, бірінші өзіңді түзе деген екен дейді. Әр адам бақытты да, бақуатты, денсаулығы жақсы, ұзақ өмір сүру үшін ең алдымен өзін түзеу керек екен. Біреудің бойындағы кемшілігін көріп сынаған адам өз бойындағы кемшіліктерді көруден қалады екен дейді. Бір